Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бүгінгі шығарымның басты тақырыбы әрине сенбіде өткен бокс кеші болады. Батыр Жүкембаев пен Садриддин Ахметов қатысқан кездесулер ешкімге ұнамағаны анық. 2 күн бойы желідегі жанкүйерлер пікірін оқып отырмын. Және реакция сондай боларын да білдім. Амал нешік? Бұлай боларын болжағанмында. Садриддин аздап қызбалыққа салынды жібер. Бірінші раундтан ақ бар қаһарын төккен нес. Аздап жай ұрса да болар еді ғой. Кездесуді соза түсіп қарсыласының да ұруына мүмкіндік берсе болғанда екен. Жоқ, алдыда ауыр соққыларын тастап кеп жіберді. Байқұс африкалық қарсыласы оралмаған күйі үйіне қайтты. Ал Батыр аздап жұмыс жасатты. 6-шы раундқа дейін жеткізіп барып тоқтатты. Қаласа Жүкембаев та бірінші раундта істі тындырып тастайтын еді. Кездесу соңында Садриддин жанкүйерлерге ренішін айтып жатты. Зал бос, бізді неге қолдамайсыздар деп кейді. Мұндайды айтып негізі қажет жоқ, жанкүйерлерді алдай алмайсың. Қарсыластары анықталғанда бұл бокс емес, циркке көбірек ұстайтыны белгілі болған. Қазақтарды қолдау керек. Қазақ елі қай елде болса да, қай жерде болса да, иншаллах барымызды салып, қазақтың көптігін желбіреуіне барымызды саламыз. Қазір менен шығатын Батыр Жүкембаев ағамызға тек сәттілік. Зал жұты толған жоқ, ренжідім сіздерге. Қазақ жанкүйерлері бір-бірін қолдау керек, қазақ бауырлар бір-бірін қолдау керек. Залды толтыруларыңыз керек еді, негізі ренжіп Қазақстанда бокс ойнамайшы. Барлықтарыңызға салып, әрине әзім, әжеде болса да, Канада, Америка, иншаллах, болашақта енді қазір мақсаттарымызды айтпаймыз, бірақ бокстың меккесі, шетелді білесіздер, бокстың меккесі қай жерде екен. Сол жерде қазақ елінде көп жерде өтеміз. Аман болыңыздар, бізді қолдаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен күш береді. Қошеметтеріңіз Садриддин Ахметов! Зия Алиевтің арзан қолмен қомақта пайда табамын деген жымысқы ойы іске аспай қалды. Батыр мен Садриддин шықса аңқау қазақ топырлап келеді дедім екен. Шындығын айтсам, ұят нәрсе болды. Десе де қос боксшымыздың рингке оралуының өзі қуанышты жаңалық. Бұл әлемде де елеусіз қалмады. Ахметовтың жетістігін Канаданың спорт сарапшыларының барлығы жарысып жазып жатыр. Оның жарақаттан айығып қатарға қосылуының өзі үлкен мереке болған секілді. Канадалық бокс шолушысы Джим Карас Садриддинде әлде әлем чемпионы болар мүмкіндік бар дейді. Садриддинді қайта көргеніме қуаныштымын. Жарақат оның дамуына кедергі болды. Бірақ ол әлде әлем чемпионы болу мүмкіндігінен айырылған жоқ. Енді өз потенциалын толықтай пайдалану үшін еш нәрсе кедергі бола қоймас. Ол үлкен талант деп жазды Карас твиттерде. Батыр болса кездесу соңында кеттік, жартылай орта салмақта кімге болса да дайынмын деп пост қалдырды. Ең бірінші баршаларыңызға үлкен рахмет айтқым келеді. Осылай бізді қолдап, бізге жігер беріп, біз Алла бұйырса сіздердің қолдауларыңмен әрдайым еңбек етіп үлкен жеңістерге жетуге тырысамыз. Енді бұл менің ең алғашқы елде өткізіп жатқан жекпе-жегім, сондықтан да оңай болған жоқ, жарқы өте жақсы жекпе-жек болды деп ойлаймын мен үшін. Алла бұйырса келесі жылы бізде үлкен жекпе-жектер күтеді. Мені қолдап келген барша ағаларыма рахмет айтамын. Бауырларыма Алла разы болсын. Амалбек рахмет, үлкен рахмет. Алмат, Алла разы болсын баршаңызға. Сонымен, бұл жігіттердің бір жола чемпиондық жолға оралуы болды ма? Мұны біз келесі жыл ғана біле аламыз. Егер екеуі де белсенді болып қала беретін болса, бәрі мүмкін. Ахметовке енді кездесуінде кемінде рейтингте үздік 15-те тұрған біреумен өткізу керек. Батырға да жас келіп қалса да, есімі бар жан-жақты танымал бір мықтыны табу керек. Міне осы кезде біз олардың амбицияларын білеміз. Ал ары қарай Матиасқа шақырту тастап көру керек шығар. Жалпы сол Матиас Батырмен шыққалы бері бір ғана кездесу өткізді. Одан кейін елеусіз қалды. Бұл жігіттен өз дивизионның чемпиондарды қорқатын секілді. Өйткені ешкім шыққысы келмейді. Жүкембаев бірінші жекпе-жектегідей ашық айқасқа бармай, әуесқой бокс стилінде бокстасатын болса, Сабрелді алуға болады. Ендеше ұрыста тұрыс жоқ. Жігіттерге алдағы жауапты жолдарына сәттілік тілейміз. Бізді олар жарқын жеңістермен қуантуды Алла нәсіп етсін. Енді Артем Резниковтың жекпе-жегі жайлы айта кетейік. Шындығын айту керек, Дағыстан мен Шешен жауынгерлері шынымен қайым-қатын қазақстандық ММА жауынгері болса, ол осы Артем. Бұл палуанымыз өткен демалыста ACE-дің жеңіл салмақтағы гран-приінде финалға жолдамалды. Қарсылас Андрей Кошкинді екінші раундта өзінің сүйікті әдісі солтүстік-оңтүстікпен қылқындырып ұтты. Қатты қиналғанды жоқ. Күреспен қара күштің арқасында жетістікке жетіп отыр.
Енді ол келесі жыл өтер финалда Эдуард Вартанянмен бас жүлде $1 миллион сарапқа салады. Неге Резниковтан кавказдықтар қорқады дедім. Өздеріңізге белгілі, бір кездер ол Юсуф Раисов тұтып кеткен болатын. Бұл гран-приді шындығында шешендер Резников пен Раисов үшін жасады. Бірақ Раисов орта жолдан жарыстан шығып қалды. Ал тағы бір мықты деген Али Багов тіптен спорттық емес мінез танытқан үшін кетті. Оны ұйымдастырушылар көндіруге тырысқан. Бірақ Багов та Резниковтан ұтылып абыройымды төгемін деді ме, сол күйі келіспеді. Дағыстан мен шешендерге Артем өз әдістерін қолдануда. Бұл жігіт бұйырса келесі жылы гран-приді ұтады, ал сосын UFC-ге кетуі керек. Қазір дер шағында тұрған Резников ол жақтыда шулата алатындығына сенім мол. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.